Сәлеметсіздер ме? Мен Демесинова Айғаным. 6 В орыс сыныбының оқушысымын. Менің жетекшім Түсіпханова Бану Амановна, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Менің жобамның тақырыбы ребусты мақал, мақал-мәтелдер логиканы дамытудың жолы. Жобамның мақсаты иллюстрация арқылы берілген ребусты мақалдардың оқушылардың логикасын арттыруға тигізер әсерін айқындау. Жобамның міндеттері: ребусты мақалдың пайдасына тоқталу, сыныптастарым арасында зерттеу жүргізу, ребусты мақалдар мен мақалдарды және жұмбақтарды салыстыру, ребусты мақалдар туралы пікірлер жинау, оқулықта берілген ребустарды жинақтап талдау. Қазіргі бала тәрбиесінде ребусты мақалдың орнын талдау. Ребусты мақалдың пайдасы: қай заманда болмасын, есті де еңбек сүйгіш, қайырымды ұрпақ тәрбиелеу адамзаттың асыл парызы болып саналады. Әр халық өзінің тарихын жалғастыратын жас ұрпағын адамдыққа, әділдікке, адамгершілікке, мейірбандылыққа үндеп отырады. Бұл ретте ғасырларынан өткен салт бойы қолданып, сұрыпталып, тұрмыс өмір тәжірибесі сынынан өткен салт дәстүр мен халықтық тәрбие басшылыққа алынатыны мәлім. Біріншіден, халық мақал-мәтелдерді баға жетпес тәрбие құралы болса, ал екіншіден, адамның сөз байлығын дамытады, шешендікпен сөйлеуге жаттықтырады. Ребусты мақал суретпен, санмен ойлап логиканы қосуға үйретеді, әрі олардың өмір тануына үлкен септігін тигізеді. Сабақта осылардың тәлімдік тәрбиелік мәнін ашып, оқушыларға жан-жақты түсіндірсек, логикалық ойлау қабілеттері артады. Ойдың дамуы жүйелі түрде сөйлеудің дамуымен тығыз байланысты. Сөйлеу мәдениеті өспейінше жоғары дәрежелі қарым-қатынас мәдениетіне жету мүмкін емес. Мысалы, төмендегі ребустарда. Сіз мына берілген ребусты шеше аласыз ба? Көптеген оқушылар тіл қылыштан, төрт көзі кірпік деп шешті. Ал дұрысы тіл қылыштан өткір. Тұжырым: мұнда өз басым ойландым, қиналдым, іздендім, түбінде түсіндім. Адамдарды тіл арқылы жылатып, тіл арқылы жұбатуға да болады деген мағынасын түсіндім. Сөз сүйектен өтіп жылап қаласың, таяқ тек еттен өтеді емес пе? Жақсы сөзбен жұбатып айналайын дегенде қуанасың. Ал екінші ребусты мақалды сіз шешіп көре аласыз ба? Көптеген оқушылар малда да сүйек, арбада да сүйек деп шешті. Дұрысы, малыңа сүйенбе, арыңа сүйен. Тұжырым: малым көп деп мақтанба, ол да керек дегенмен, алайда адамның жаны таза болуы керек деп ойлаймын. Сыныптастарымның арасында ребусты мақал бойынша тәжірибе жүргізіп көрдім. Менің әрекетім: ребусты мақалдарды жинап әкелдім. Суреттерді неше отырып, әріптерді қысқартып тердім. Ата-аналармен бірге шешіп келуді ұсындым. Оларға да осындай мақалдар, ребус жинауды ұсындым. Ребусты мақалдар жинақталды. Сыныптастарымның әрекеті көрді де қызықты, шешуге тырысты. Қызығып, қоса шешуге ұмтылды. Бірлескен жұмыстың шешімімен бөлісті. Олар көмектесіп жинасты. Бірге шешімі бойынша тұжырым жасады. Мақалдарды жаттап, ой өрістері кеңейді. Ал енді нәтижесінде логикалық ойлау қабілеттері артты. Сыныптастарым қызығушылық танытты. Өздері де ребусты мақал құрастыруға тырысты. Тапқырлыққа бейімделді. Тілі мен ой өрісі дамыды. Сөздік қорлары байыды. Және де тағы да басқа. Бастауыш сыныптар арасында зерттеу жұмысы. Ребусты мақалдарға қатарластарым көп қызығатын болғандықтан, көршілес сыныптар арасында жүргіздім. Сауалнама сұрақтарын дайындап жүргіздім. Сауалнама мазмұны: ребусты мақалды шешуге қиналасыз ба? Жұмбақ пен ребусты мақалдың және жазылым мақалдың қандай ұқсастығы бар? Ребусты мақалды шешуге кімнің көмегіне жүгінесіз деген сұрақтар. Себебін сұхбат жүргізу арқылы анықтадым. Бірінші А сынып оқушылары әріпті теріп отыруға қиналады, сызуды түсіне бермейді, сондықтан өз ата-аналарына жүгінеді екен. Екінші Ә сыныпта оқулықта арнайы тапсырма көп болғандықтан қызығушылық артады. Төртінші сыныпта аса қызықпайды. Екінші В сыныпта қызығушылық одан сайын артып, жұмбақпен шешуде жақсы, бірақ ребусты мақал шешкен көбірек ұнайтындарын айтты. Бесінші сыныпта балалар жоғары сыныпқа
өтетіндіктен бейімделу жүреді. Сондықтан кітапқа, ребусты мақалға көп көңіл бөле бермейді. Сонымен қатар интернеттен жазып, шешімін көре салатындарын жасырмады. Жұмбақ пен ребусты мақал, жазба мақал. Үйде көрген тәрбиеге байланысты болар. Бос уақытымызда мақал-мәтел, жұмбақ жаттаумен әуестенеміз. Атам мен әжемде мақал мен жұмбақтың түбін түсіреді. Алайда ребусты мақалды көрсетіп, бірге шешуге шақырғанда түсінбейтіндеріне көзім жетті. Сондықтан бұл туралы да ойланып, қазіргі таңда бала тәрбиесінде отырған егде жастағы ата-әжелерге де бір себебім, көмегім тиер деген оймен ребусты мақалдардың әр түрін талдауға бел будым. Жұмбақ, жазба мақал мен ребусты мақалды салыстырдық. Жұмбақ. Астарлы ой сөзбен беріледі, көзбен елестетеміз, шешімін табамыз. Жұмбақ баланың ой өрісін, алғырлығын, білімін сынау мақсатында нақты бір зат немесе құбылыс тұспалдап сипатталатын шағын әдеби жанр. Жұмбақ жанры дүние жүзі халықтары әдебиетінің көпшілігінде бар. Бұл жанрға Аристотель жұмбақ жақсы жұмдасқан метафора деп анықтама берген. Жұмбақ әдебиетінің ежелгі үлгілерінде, ауыз әдебиетінде жиі кездесетіндіктен оны ғылымда фольклорлық жанр, халықтың поэзиясын шағын түрі деп санау орын алған. Ребусты мақал иллюстрация арқылы беріледі. Математикамен байланысы баралып қосу, логикалық ойлау қабілеттерін арттырады және де шешуіне үңіліне отырып, тәрбиелік мәніне тұжырым жасайды, ойланады, қиналады, ізденеді. Ал мақал болса, сөзбен беріледі, тез жаттаймыз, астарлы ой бар. Алайда көп тұжырымдала бермейді. Ықшам түрде жаттауға жеңіл, өткір сөзбен ойды дәлелдейді, ал сөзбен көп мағына береді, ырғақты тілге жеңіл. Онымен не айтқымыз келді? Қарап отырсақ, бұл кестеде үлкен айырмашылық бар. Яғни бүгінде балалардың көбі ребусты мақалдарды шешуге ұмтылады. Қызықты, мәні тереңде, заманауи, функционалдық сауаттылыққа тәрбиелейді. Ал енді өзім ойлап тапқан ребустар туралы айта кетейін. Сіз мен ойластырып, мен жасаған ребусты шешіп көре аласыз ба? Оны бірге білейік. Жауабы: көз ұялады, бет қызарады. Ал екінші ребусымды шешуге дайынсыз ба? Жауабы: ұрлық түбі қорлық. Жұмыс нәтижесінде ребусты мақалдың пайдасына тоқталдым. Мақал туралы түсінік бердім, талдадым. Жұмбақ, мақал, ребусты мақалды салыстырдым. Өзім құрастырған ребустың бірімен бөлістім. Сыныптастарымның арасында зерттеу жүргіздім. Қорытынды: қазіргі таңда ребусты мақалдарды орындап, шешім жасап, тұжырым жасай алатын оқушылар саны артуда. Сондықтан өсіп келе жатқан ұрпағымызды қадағалап, оларға дұрыс жол сілтеп, мақалды жаттап қана қоймай, ойлауға, өздеріне үйлестіруге, жол сілтеуге тырысайық. Ұсыныс: жұмыс барысында атап көрсеткендей, бала тәрбиесімен отырған және оқушы сабағына көмек жасайтын ата-әжелерге онлайн режимде қалай шешуге болатынын көрсетіп, жұмысымды қорғасам, кітапта берілген мақалдардың кейбірін ребусты мақалға айналдырып, көпшілікке пайдасы тиер ребусты құрастырып, кітапша шығарсам деймін. Назарларыңызға көп рахмет.